Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін біз ерекше тағам дайындаймыз. Кесе самса деп жатады, жаркое в съедобном горшке деп жатады. Осы тағамды бірге жасап көрейік сіздермен. Мен Айгерім. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Қамыр үшін бізге ұн керек. Міндетті түрде ситадан өткіземіз. Сары май және де жылы суға тұзды араластырып қосатын боламыз. Осыдан біз жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Осы қамырымызды целлофанға салып, жарты сағаттай, 45 минуттай қойып қоямыз. Енді келесі начинкасын дайындаймыз. Бұл жерде менде филе және де жуа жақсылап қуырып аламыз. Таза мискамызға сәбізімізді, қызанағымызды және де картопымызды қосып араластырамыз. Үстінен кез келген жапырақ қосуға болады. Тестамыз жарты сағаттай тұрды. Тестамызды екіге бөліп, осылай жұқа етіп жаямыз. Қатты жұқа болмауы керек. Осындай глубокий тарелкаға тестамызды формасын шығарып, осылай қоямыз. Енді дайын болған, қуырылып болған етімізді картошкалармен бірге қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай бұрышын, тұзын қосамыз. Осы дайындап қойған қамырымыздың үстіне осы начинкамызды саламыз. Және де видеода көрсетіліп тұрғандай жақсылап жауып қысамыз, чтобы ішіндегі су шығып кетпеу үшін. Бұл тағам өте ерекше болып, дәмді болып піседі. Міндетті түрде тестаны қоймас бұрын сұйық май жағып алыңыздар, осылай төңкергенде жабысып қалмайды. Осындай бізде форма шығады. Енді кішкене теста алып қаласыздар. Тестамен осындай колечко жасайсыздар. Осы колечканы жаңағы тестаның үстіне крышка етіп қоясыздар, және де екі домалақпен крышканың ручкасы етіп әдемілеп видеода көрсетіліп тұрғандай осындай жасайсыздар. Бұны 180 градусқа 45-50 минутқа пісіріп аламыз. Қызарғанша міндетті түрде үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Мінекей осылай мынау піседі. Өте жұмсақ болады тестасы, қорықпаңыздар қатты болып кетеді деп. Іші толығымен піседі, себебі біз етін пісіріп алдық. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.